Қайырлы таң хабар арнасында жаңалықтар, студияда Әсел Акбарова. Шағын және орта бизнесті қолдау және дамыту, кәсіпкерлердің көкжиегін кеңейту мәселелері Петропавлда өтіп жатқан Қазақстанда жасалған форумында талқыланбақ. Алқалы жиынға іскер азаматтар, мемлекеттік қызметкерлер, қаржыгерлер және ұлттық компаниялардың өкілдері ұзын саны 500 адам қатысып жатыр. Айта кету керек, бұл шараны ұйымдастыруда Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысының да үлесі бар. Қазір бізбен тікелей байланысқа осы өңірдегі тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы шыққалы тұр. Айдарбек, жалпы жиыннан не күтеміз? Қайырлы таң, Әсел. Армағайын форум өз жұмысын бастауға жақын. Қазір жиналғандар тіркеуден өтіп өз орындарына жайғасып жатыр. Бүгінгі басқосудың Қазақстанда жасалған деп аталуы тегін емес. Өйткені мақсат кәсіпкерлікті дамыту арқылы отандық өнімінің нарықтағы үлесін арттыру болып табылады. Жалпы облыста 25 мыңнан астам шағын және орта бизнесі бар. Онда 110 мыңға жуық адам еңбек етеді. Бұл әр үшінші солтүстік қазақстандық. Өткен жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 200 жоба жүзеге асқан. Ал осы жылдың 2 айында жергілікті кәсіпорындар 24 миллиард теңгенің өнімін шығарды. Осы саланың дамуы туралы бізге толығырақ облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасының басшысы Айдын Жанұзақұлы айтып беретін болады. Айдын Жанұзақұлы, өткен жылы қараша айында осында Қызылжар инвест форумы өткен болатын. Сол форумның қорытындысы қандай және де осы жиыннан не күтесіздер? Сәлеметсіздер ма? Өткен жылғы Қызылжар инвест форумының қорытындыға келетін болсақ, көптеген келісімшарттарға қол қойған. Мысалы келтіретін болсақ, жедел ғимараттар салу зауыты Экспо 2017 көрмесімен 1 миллиард теңгеге келісімшартқа қол қойды. Осы күні ол келісімшарт толығымен орындалуда және қосымша тапсырмалар берілуде Экспо көрмесімен. Мысалы тағы да айтып кететін болсақ, бүгінгі форумның қорытындысы бойынша 4 келісімшартқа қол қойылады, 5 меморандумға қол қойылады. Олардың бәрі отандық кәсіпорындар. Сұхбатыңызға рахмет, істеріңізге сәттілік. Ал енді сөзден іске көшеміз. Алқалы жиыннан соң кәсіпкерлер өздерін қызықтырған салалар бойынша бірқатар меморандумға қол қояды деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар бүгін өссін енді бастаймын деген кәсіпкерлер де кеңес алып, мемлекеттік бағдарламалардың мүмкіндіктерімен таныса алады. Мендегі бар ақпар осы, Әсел. Рахмет, Айдарбек. Еске сала кетейік, бізбен тікелей байланысқа шыққан Петропавлдағы меншікті тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы болатын. Шығыс қазақстандық жастар сәуір айында өтетін Қазақстан Республикасының президент сайлауына белсенділік танытуға шақырады. Өңірдің іргелі кәсіпорындарының жас мамандары өздерінің азаматтық пікірлерін спорттық және шығармашылық тұрғыдан көрсетті. Өскеменде өткен жастар слетіне облыстың әрі 5 кәсіпорыннан 700 қызметкер отбасымен келіп қатысты. Жалпы өңірдің 18 алпауыт өндіріс орындарында 11 мың жас маман еңбек етеді. Облыстық жастар орталығының ұйытқы болуымен өткен шарада спорттық сайыс бойынша Үлбі металлургиялық зауыты Азия авто зауытының ұжымы үздік қолдаушы ретінде танылса, Титан магний комбинаты талантты қызметкерлердің басын қосқан кәсіпорын екендіктерін дәлелдеді. Өнеркәсіптердің жастар ісі жөніндегі комитеттері бірігіп, осы шараны өткізіп отыр. Және де барлық қазақстандықтарды келер сәуір айындағы президент сайлауына белсене қатысып, біздің болашағымыз үшін, яғни өзіміздің азаматтық борышымызды өтеуге шақырамын. Қазақстан дербес ел болып, еңсе тіктегелі экономикалық өрлеуді бастан кешкені анық. Тек қана шикізат өндіруде ғана емес, өндірістің өзін жандандыруда да алға басушылық айқын көрінеді. Мысалы, Павлодардағы кабель зауыты. Мұнда энергетика мен телекоммуникацияға қажет сым желілер шығару жолға қойған. Тілші материал. Мұнда 5 жыл бұрын бір ғана цех жұмыс істеген. Елдегі өндірістік жаңашылдық бағдарламалар сала тамырына қан жүгіртті. Қазір ғой өрге тартқаны. Ең бастысы, негізгі тапсырыс берушілер отандық алпауыттар, ұлттық компаниялар. Елді электрлендірудің жаңа саясат жүзеге асырылып жатқан тұста сымдар мен желілерге сұраныс бар. Осы заводта 4 жыл болып істеп жатқаныма, оператор болып істеймін, сымдар жинаймын. Тапсырыс көп өнімге, өйткені өзіміздің Қазақстанда шығарылған тауарлар. Жұмсақтық 6 сыныпқа дейін жететін желілердің мыңдаған түрі өндіріледі. Өздері 7 мыңға жеткізеді. Демек есеп солай жүреді. Қаптаудың да бірнеше жөнімен жолын меңгеріпті. Суға төзімдісі энергия шығынын төмендететіні. Орамның тәсілдерімен де таныстық. 100 шөркеден 2 желден тартылғанын ескерсек, өрім саны 200-ге жетпей ме? Бұл енді телефонға қажетті өнімдер. Мыс пен алюминий іргеде тұр. Тіпті осы Павлодардан да табылады. 666 градуста еритін шикізатты да өздері икемге келтіреді. Балқытып, кристаллизациядан өтіп,
илеу прокатына жіберіп, соны 9,5 катынка шығарамыз. Сұранысқа байланысты басқа да диаметр кат шығарамыз, 12-де 15-ті. 2010 және 2014 жылдарға дейін үдемелі өндірістік инновациялық даму бағдарламасының бір жобасы ретінде жүзеге асырылған цех қазір білікті мамандарға жұмыс орны. Алюминий илемін игеруді Европа өткен ғасырдың 20 жылдарында қолға алса, Қазақстан енді өндіре бастады. Осы өнімдер қазір біздің елде шикізат ретінде пайдаланылады. Амангел Сейтханов, Өркен Әліпбаева, Жандос Питабаров, Павлодар. Көсек құртын жейтін көбелек. Олар трихограмма, алтын көз және бракн деп аталады. Яғни мақта өсірудегі зиянкестерден қорғайтын тың әдіс деуге болады. Мұны шымкенттік Алима мен Адина Ерсұлтан зерттеу жұмыстарының басты тақырып етіп алыпты. Бұдан бөлек күн мен жел және ағын судан бөлек оттан да баламалы қуат көзін алуға болады. Білімнің бүгіні мен ертеңі деген тақырыппен өткен шарада оқушылардың осындай жаңа инновациялық жобалары көпшілік назарына ұсынылды. Трихограмма мақтаның үстіндегі жүрген, мақта алқаптарында жүрген зиянкестерді жояды. Алима мен Адина көбелек жұмыртқасын қыстай тоңазытқышта сақтапты. Жүгері ұнтағымен тосап және бал олардың сүйікті асы дейді. Егіздер 2 жылдан бері биологиялық тәсілді зерттеп, мақталы алқаптарды аралап көрген. Тіпті 3 түрлі көбелектердің қай уақытта және қанша мөлшерде егістік алқаптарына жіберілу керектігіне дейін біледі. Мақта енді шыға бастағанда трихограмманы жібереді, мақта үлке гүлдей бастағанда алтын көзі жібереді, ал көсек пайда болғанда браконы жібереді. Бірақ егістікке жеген кезде 1 гектарға 1 граммнан жіберіледі. Бүлдіршіндердің бұл жобасы Көкшетауда өткен 10-шы республикалық зерде байқауында 2-ші орынды жеңіп алды. Олар биологиялық әдіс химиялық қоспаларға қарағанда мақтаны түрлі зиянкестерден сақтап қана қоймай, қоршаған ортаға зиян тигізбестен жер құнарлығын арттыратынына сенімді. Ал менің қолымдағы ол алтын көзі жұмыртқалары. Алтын көз қанатын жазғанда 4 мм-ге де жетеді. Тәулігіне 50-60 битті 20 кені. Көбелектің бірнеше жұмыртқаны кіші жұлдыз құрттан жояды. 10 жылжың арқылы біз күнде 1 киловаттан артық энергия аламыз. Ал Айжан Мамытова баламал энергия көзін зерттеп жүр. 11-ші сынып оқушысы күн мен жел және ағын судан бөлек кәдімгі оттан бөлінетін жылуды өндірісте қолдансам дейді. Бұл жобасын жүзеге асыру үшін отандық өнімді пайдаланбақ. Жылуды көп қажет етпейді. Себебі мынау маятниктері өте жеңіл болып табылады. Осыған байланысты біз екібастұздағы өндірілетін көмірді қолданбақшымыз. Олдан күлі көп болғанымен ол энергия аз бөледі және өте қаражатты көп қажет етпейді. Сол себепті осыны ұтымды деп санаймыз. Шарада қаладағы 120-дан астам мектеп оқушылары арасындағы инновациялық және ғылыми жобалардың ең үздік дегені қойылды. Ұйымдастырушылар ғылыми жобалар мен шәкірттердің ашқан жаңалықтарын Экспо 2017 көрмесіне ұсынуды жоспарлап отыр. Бұл жұмыстар Экспо 2017 көрмесіне дайындалуда. Отандық білім саласына қосқан үлесіміз деп айтуға болады. Жалпы мұнда қала бойынша мектептердің ішінен іріктелген туындылардың ең мықты дегендері таңдалып алынды. Негізгі мақсатымыз оқушыларымыз еліміздің дамуына қандай үлес қосып жатқанын көрсету болатын. Шараның соңы оқушылардың қатысуымен арнайы концерттік бағдарламаға ұласты. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұрат, Шымкент қаласынан. Түркияның Өнже Ватан газеті мен Тарих журналының кезекті санында Алматы облысының Есік қорғанда табылған мәдени мұрамыз алтын адам жайлы көлемді мақала жарық көрді. Күндік таралымы 30 мыңнан асатын беделді басылым оқырман қауымына Есік обасынан шыққан ежелгі сақ дәуірінің 4 мыңға жуық асыл бұйымдары мен өзге де құнды жәдігерлер туралы танымды ақпаратымен бөліскен. Мақала авторы Кемал Салы қорғанда қазба жұмыстарын жүргізген академик Кемел Ақышев бастаған қазақ археологтарының ғылымға қосқан еңбегіне де кеңінен тоқталып, олардың бұл табысын адамзат тарихы мен түбі бір түркі жұртының теңдессіз олжасы деп бағалады. Сондай-ақ мақалада күміс тостағанның түбіне салынған көне руна әліпбиі де назардан тыс қалмаған. Өйткені руна жазбасы түркі халықтарының адамзат өркениетіндегі орнын баршаға айқындап берді дейді Кемал Салы. Алтын әліпшеде адамын 2011 жылы Стамбулда алтын адам ескерткішінің көрмесі өтті. Сонда алғаш рет ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізімдегі бұл құнды жәдігерді өз көзіммен көруге мүмкіндік алдым. Кейін оның тарихымен кеңінен танысуға қызығушылығым оянып, ғалымдардың еңбектерін іздей бастадым. Тіпті ол үшін Қазақстанға бірнеше рет барып қайттым. Жиған терген дүниемді мақалада жаздым. Ондағы мақсатым алтын адам жайлы отандастарыма танымды ақпарат беріп, өскелең ұрпақтың тамыры терең тарихымызға қызығушылығын арттыру еді.
Қазақ даласының аңыздары. Осындай атаумен Ұлыбританияның жетекші оқу орындарының бірінде студенттер балы өтті. Мереке Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылды. Шараға жиналған халықтың қарасы көп. Балға біріккен корольдіктегі біздің меншікті тілшіміз де қатысып қайтты. Наурыз мейрамы қарсаңында студенттік бал өткізу Ворик университетінде дәстүрлі шара. Өткен жылғы нәтижелер бойынша аталмыш оқу орны үздік деп танылды. Бүгінгі мерекелік шара жастардың шотланд вальсін билеумен басталды. Бал еуропалық және еуразиялық салт дәстүр, мәдениет пен өнердің ұштасатын жері. Сондықтан бұл мерекеге дайындық бірнеше айға созылды. Студенттер бидегі әр қадамын қайталап, қазақтың тарихына қатысты сұрақ жауап ойындарын дайындады. Университет студенті әрі хореограф Еркеназ Әрінова шотланд және ирланд билерін таңдау арқылы Британиядағы халықтың бірлігін көрсеткіміз келді дейді. Ал шарада шырқалған танымал қазақ күйлері мен халық билері отанға деген ыстық ықылас пен ұлттық мәдениетті дәріптеу болып табылады. Жалпы мен ойлаймын, өте маңызды әрбір студентке, жалпы әрбір жаңағы біздің Қазақстан Республикасының жастарына өзінің тарихын білу, өзінің мәдениетін білу және оны дәріптеу. Сол мақсатта біздер осындай шараның атын жаңағы Қазақ хандығының 550 жылдығына орай қойдық. 100-ден жүйрік шыққан қазақ студенттерін Қазақстанның Британиядағы елшілігі, болашақ халықаралық бағдарламалар орталығының мүшелері мен Орталық Азия туралы британдық журнал өкілдері марапаттады. Ұлыбританиядағы Қазақстан студенттерінің қауымдастығы мен британдық футбол турнирінде жеңіске жеткен Ньюкасл университетінің командасы бас жүлдені олжалады. Белсенді жастар қайырымдылық шараларын өткізіп, қазақ еліндегі балалар үйіне қаржылай көмек көрсеткен. Балдың соңы ханшайым мен ханзаданы таңдаумен қорытындыланды. Жігіттің сұлтаны деп Болат Насығазы танылса, қыздар арасында Әйгерім Балкенова көпшіліктің көзайымына айналды. Наурыз құтты болсын, Қазақстан! Жадыра Медетбек, Белла Құдайбергенова, Ұлыбритания. Әзірге осы эфирде қайта жүзгенше.